Баршаңызға сәлем достар, келін камайра құлан парақшасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз өте дәмді болып шығатын голубцы әзірлемекпіз. Ол үшін осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен перцімізді жақсылап жуып, ішін тазартып аламыз. Күрішіміз жақсы жібіп тұру үшін ыстық қайнаған суды үстіне құйып, бетін қақпақпен жауып қоямыз. Міне біздің перціміз таза, енді пиязымызды майдалап турап аламыз. Сәбізімізді терканың майда жерінен өткізіп аламыз. Таза тапағымызға фаршты және де жарты пияз бен сәбізімізді салып аламыз. Және күрішімізді суын төгіп, оны да салып араластырамыз. Үстіне қара бұрышымызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Фаршымыз дайын, енді бұрышымыздың ішіне фаршты салып шығамыз. Қатты нығыздамай саламыз, себебі бізде күріш пісу керек. Күріш піскен кезде ол ісінеді. Сол себепті қатты нығыздамай салыңыздар. Барлығын ішіне салып болдық. Енді соусымызды дайындайтын боламыз. Суымызға томатымызды саламыз. Және де қаймағымызды салып араластырамыз. Тұзымызды, қара бұрышты саламыз. Және де біздің алып қалған сәбіз бен пиязымызды салып жақсылап араластырамыз. Кастрөлімізге осылай перцтің барлығын тұрғызып салып шығамыз. Соусымызды бұрыштарымыздың үстіне құйып, газымызға қойып 40 минут қайнатамыз. Мінекей достар, біздің голубцымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қаймақпен жасалған соуспен өте дәмді болып шығады. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де арнаға тіркелмегендеріңіз болса, арнаға тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.